Так, мына былай опа мына моторын сөйтіп бүйтіп қойып так енді капот жауып жіберейін. Опа, о, нормально. Так есігімізді ашып енді қыздырып қояйықшы, қыза ма екен? Опа, қызды. Енді фарын жағып қойып. Жақсы өшіріп тастайық. Айтпақшы. Айтпақшы, мен кетейін. Барлықтарына сәлем, құрметті көрермендер, сәлем болған мен Накош. Қалайсыңдар достар? Бүгін біз дейтін достар, мен манадан бері жүріп кеттім, машинамен жүріп кеттім деп, сол машинаның бір кезде моторы отырып қалды, енді соны жөндеп тұрып қалдым, қатып болдым да. Мен қазір бүгін достар, мен ауылыма бара жатырмын достар, менің өзімнің ауылыма бара жатырмын. Сіздер міндетті түрде лайктарыңызды басыңдар. Қазір менің өте кереметтей машинамен ауылға қарай баратын боламын. Так, енді міндетті түрде қазір. Так, міне ауа райы өте керемет. Қыстың несі сезіліп тұр. Так, отырамыз. Опа, енді кеттік. Осы бір жақтарда болу керек. Өте ұзақ жүреміз қазір достар. Опа, так, міне менің ауылым. Так, машинамды так осы жерге. Опа, дрифт шыға ма екен? Опа, міне осы жерге қойып қояйын. Опа, так. Опа, нормально. Машинамен де бомба болып тұр. Соска ғой кәдімгі. Так, менің ауылым дейтін әкімнің үйі қайда? Міне ғой әкімнің. Ё-моё, әкім ауысып кетпесе болар еді. Әйтеуір менің таныс әкім болса болады. Әкім ауыспапты. Так, кіруге бола ма екен? Болады, кіре беріңіз. Рахмет. Так, ассалаумағалейкум, Сергей Амбалевич. Мен сізге бір шаруалармен бойынша кетіп. Ой, Накош, қалайсың? Ауылға келдің бе сен? Қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Бәрі жақсы. Мен осы ауылға енді көшіп келдім. Осы жерден сізден бір үй алайын деп едім, сізден бір. Сіз өзіңіздің бір үйлеріңізді маған берсеңіз деп сатып. Ақшасын енді берем ғой, қанша стак болса да. Мен саған өзімнің бір үйімді берем, бірақ ішінде жиһаздар жоқ. Енді өзің толтырып аласың, мен саған арзанға 5 стак. Жақсы, онда мен қазір сізге ақшаңызды міндетті түрде беремін. Қазір сізге қалай, наличка? Наличка ғой, Каспий менде жоқ қой. Сізде Каспий жоқ па не? Ладно, как раз менде Каспий Марстен деді. Так, кешіріңіз. Ғафу, ойбай, қалай еді? Берем былай. Берем. Опа, так, 5 стак деді ода. 5 стак қода? Болды. 5 стак өзіңіз санап алыңыз. Все, сау болыңыз. Так, әкімнің үйі примерно анау ғой деймін, осы по идее. Так, мен дейтін ол жаққа жаяу емес, менің өзімнің бомба машинаммен барам ғой мен. Қой сені дейтін қысқа сой жіберсем ба деп ойлап тұр едім да, менде пышағым бар еді да, менің пышағым бар еді да. Ладно, бір ауылдың қойлары бар, ертең бөтен қой жоқ па деп үйме. Тем более көрші почти. Так, машинамды қыздырайын. Так, қалай барсам атпайды, айналып барайын жақсы бүйтіп. Так, по-моему, қой байқа, шошқа, басып кетейін. Кім асырап жүр мынандай сасық шошқаны? Так, мынерде біздің ауылдастар жүр, бірақ танымаймын, кейбіреулер новыйдан келген ау деймін. Шамасы қазір машинамызды өшіреміз. Так, нормально комиссия. Опа деп жауып кетеміз. Все. Қазір. Так, мен мебельдерімді қойып шықтым жиһаздарын. Так, мына холодильник ауыр екен ғой. Так, мынерге тамақтарым салып қойған болатын. Так, қарайық. Опа, нормально. Тамақтарымды салдым. Так, нерге тамақ қойып қойын. Так, нерге отырып компьютер қарасам екен. Ладно, жауыптайын. Так, мен енді опа, отырбай. Нормально. Так, мына кубик. Мына ішіне не бар? Қазір мына ішіне алмаздарымды салып қойын. Так,
Опа, алмаз келіп бәрін салып қояйын. Так, мына жерде нан бар екен, керка ол бізге тұра берсін. Пока что осыларды салып қояйын, менің өзімнің алтамда атыл біреулер ұрлап кетер. Енді сенім жоқ, мына енді заман өзгерді ғой, енді так пышақ. Мына пышақ көп болмасын, ешкім салып қояйын. Жатсам екен. Кубик менің құрастыру шаршатын бұрында осындайлар. Ладно. Так, мен дейтін қазір бір өзім ауылдастар бір көршілері бар еді, соғымен ақылдасып қайтайын. Так. О, мына жерде Мұрат аға жүр ғой. Ассалаумағалейкум, Мұрат аға. Уағалейкум ассалам, Наркош, қалайсың? Иш аман, балалар қалай, жақсы ма? Жақсымын, шүкір, иш аман, бәрі тыныш. Өзіңіз қалайсыз? Жақсымын, жақсы, давай мен кетіп бара сен артынан соғамын. Иә, жақсы, рахмет. Мұрат аға менді көрмегелі көп болыпты, бір ажым түсіп. Вау, қар жауып жатыр. Не деген погодаға мен жаурап қалдым. Жақсы.